Құтан кесіп істемей осылар. Енді не істеу керек саған басқа? Құтақ қуып жүрген. Ам құтақ қуып. Құтақ қуып жүрген. Әлесағайға сіктім. Әлесағай Русланды сіктейді. Сөйтіп. Ассалаумағалейкум азақ елі, әлеуметтік желіде құндыздың боқтаған видеосы тарап жатыр. Енді ол видеоны кім таратып отқан белгілі шығар. Кім өшет? Зульфия жақ таратып жатыр да. Енді оны қоя тұрыңыздар. Мынаны қараңыздар. Мына видео байқасаңыздар. Руслан Өтепбай кеп Назгүл мен Құндызды Зульфиядан алып кеткеннен кейін тарап жатыр да. Неге бұған дейін таратпайды бұл видеоны? Одан кейін бұл видеоны таратудың мақсаты неде? Одан қараңдар да, мына видеоны таратқан үшін, осы видеоны. Мына сотталу керек қой. Ойлаңыздар. Бұл қарапайым балаға белгілі нәрсе ғой бұл. Сен біреуді өзіңнің рұқсатынсыз жасырын жаңағыдай видеоға түсіріп, білдірмей, оны әлеуметтік желіге таратуға құқың жоқ сенің. Анадан рұқсат алу керексің. Ал мына тараған видеоны өздерің көріп отырсыңдар. Құндызды сөйлетіп қойып, бүйтіп видеоға түсіріп алғаны көрініп тұр да. Не масқара мұнау? Осы үшін, өткен ана Зульфия балдар тұрған үшін қамалыпты да. Енді мынау үшін тағы қамаласын айналайын. Егер мына видеоны таратқан Зульфия болса. Ал Зульфия емес, жаңа қасына әпкесі жүр ғой өткенде. Руслан барса, айфон алып видео түсіріп жүр ғой. Сол болса, онда сен жауапқа тартыласың. Сен қандай құқың бар нағып? Біреу жаңағыдай сыртынан видео түсіріп алып, оны жария ететіндей. Так, оны қоя тұрайық. Енді қараңдар, жаңағы Құндыз ба, Назгүл ма, соның боқтаған видеосын көріп айтып отырды адамдар. Мынауың бәлеген ғой, мынау деп. Айналайындар, бұл Құндыз бен Назгүл білесіңдер ғой бұл. Артық айтсам кешіріңдер де, денсаулықтарына кішкене кінәрат бар адамдар да бұл кісілер. Көрдіңдер ма? Оны сендер өздеріңмен салыстырмасаңдаршы. Денсаулықтарына кішкене ақаулары бар. Сол үшін бұларға жаңағыдай қамқоршы керек та. Әйтпесе өздері бөлек өмір сүре бермей ма? Сол жаңа ойлап қойсаңдар кішкене. Сол. Енді мына байқасаңыздар, осы Руслан мен мына Назгүл мен Құндызға қарап жатқан Зульфия бар ғой. Екеуі бір-бірімен жаман жоғалысып алған, байқайсыздар ма? Екеуін бір-бірімен сөйлескендерін көрсеңдер. Камера жоқ болса ана жерде бар ғой, бір-бірін жұлып қоя салады бұл екеуі. Бұлар былай екен да, бұл басынан бір-екеуі бір-біріне жаңағыдай не болған екен да, таласқан екен да бұл екеуі, Құндыз бен Назгүлге басында. Мына қамқоршы болуға екі қызға. Одан қараған екеуін жаңағы адамдар, енді осыған жауап беретіндер, кімге береміз деп, мамандар бар ғой, енді орталықтар бар ғой, қарайтын. Русланға берейік па, жоқ, мына Зульфияға берейік па деп. Содан қараған екеуін салыстырып, сөйтсе мына Зульфияң бұл тәте бұрыннан осы жетім жесірлерді паналатып қамқоршы болып отқан кісі екен да, бұл тәжірибесі бар. Руслан болса журналист, жас жігіт. Екеуін қарағанда, алғанда мына Зульфияға берген болып тұр ғой, екі қызды. Зульфия екеуін қамқоршысы болған. Содан Руслан бұл Зульфияға айтыпты дейді. Бұл екеуін қамқоршы болудан бас тартып, өтініш жазып, маған бер деген екен. Яғни Руслан Өтепбай екі қыздың қамқоршысы болуға таласты ма? Иә, солай болып тұр ғой енді. Оған бұл бермей қойған. Содан басталған екен да бұл екеуінің жыры. Байқайсыңдар ма? Бір-бірін бар ғой. Бір-біріне жаман етеді екеуі, жаман керісіп қалады сөздерін. Русланның осы Құндыз бен Назгүлге келіп, Зульфияның үйіне келіп жүрген видеоларын көрінеш бұрынғы. Екеуі бір-бірімен жаман істеседі әкесі. Содан басталған екен да бұл екеуі, сөйтсе таласады екен бұл екі қызға. Руслан мен Зульфия екеуі қамқоршы болуға. Тағы не айтайын деп едім. Жаңағы видеоны айтамын да. Құндыздың боқтап жүрген видеосы. Айтып отырмын ғой. Бұл маған салса бар ғой. Бұл Құндыз бен Назгүлді Русланға да, мына Зульфияларыңа да бермеу керек. Екеуі де қарап қарық қылмайды бұл. Бұл екі қызды бар ғой. Бұл екі қызды кәдімгідей орталықтар бар ғой, не бір
кәсіби мамандармен жұмыс жасау керек та, жаңағы психологы бар, дәрігері бар, анасы бар, мынасы бар, сондай бір орталыққа алып бару керек та. Өткенде мына кім алып барды ғой, жаңағы кім еді, Зульфиядан алып кетіп Руслан бір жерге алып барды ғой, Таразда. Сондай бір орталыққа алып бару керек та. Мынаны үйге алып барып, жаңағы кімді айтам да, мына Зульфияны айтам да, өткенде жылап отыр осы жол барғанда. Оны алып кетіңдер болды, анау мынау дейді да, керек емес, анау мынау дейді да, азандар алып кетіңдер деп отыр. Бір кезде бұл Русланға бұл екі қызды бермей, талақ бермей, кәдімгідей керіліп отқан да. Бүйтеді да бір кезде. Мынандай әңгіме шықты да. Зульфия бар ғой, екі қызды, жаңағы кім еді, Ильяс дейтін алаяқ бар ғой, соған берем деген екен да. Соны естіп мына жақтан Руслан жетіп келеді, ойбай не болып жатыр? Бұл жерде Ильястың қандай қатысы бар? Не болған бері жатсың? Мына екі қызды қараймай қиналып жатсаң, маған бер одан да, Ильяс не қатысы бар десе, мынау айтады, жоқ саған бермеймін дейді да. Ешкімге бермеймін дейді да. Екі қызды. Зульфия айтады, ешкімге бермеймін, берсем тек мына Ильясқа беремін дейді. Жынды ма мынау? Айдаладағы алаяқ Ильястың не қатысы бар да бұл жерде? Соған берем деп қоймайды ғой бір кезде. Басқа ешкімге бермеймін дейді. Жаңа Руслан айтады, маған беріп қиналып жатсаң мен алып кетейін десе, жоқ саған да бермеймін дейді да. Бұл жолы барса, алсаңдар алып кетіңдер деп отыр да, екі қызды. Ойбай не болып қалды? Сонда сен, Зульфия, тағы былықтарым ашылып қалады деп қорқып жатсың ба? Өткенде балаларды соқты ол. Жаңағы жетім балдарды да енді баға деген де енді. Баға деген, бірақ оларды соға деген да. Ішіп келеді деген, олардың қанын ішеді дейді. Концерт қояды екен де ішіп келіп. Одан мына жетім балдардың мемлекеттен бөлінген ақшаларын алып алып ішеді дейді. Сондай әңгімелер шығып жатыр да, Құдай сақтасын. Бір-екі баланы соққан видеолары бар екен да, жаңағы Руслан көрсетіп жатыр өткенде. Сондай былықтарың ашылады деп қорқып жатсың ба? Өткенде мына екі қыз үшін өлгелі жатып едім ғой. Ешкімге бермеймін, берсем тек жаңағы алаяққа берем деп. Руслан жалынып отыр ана жақта сол кезде. Ойбай алып кетейін мен дәде, қараймасаң маған бер деп. Ойбай жоқ бермеймін саған, ешкімге бермеймін, берсем тек Ильясқа берем деп отқансың. Жол не ап, алсаңдар алып кетіңдер деп қашып отсың. Андай былықтарың тағы шығады деп қорқып отсың ба сен? Одан мен айтайын да, енді болар іс болды да. Жаңағы Зульфияны қатты сөге бермеңдер. Әлеуметтік желіде байқап жатырмын да, бұны жаман нетіп жатыр. Неше түрлі комментарий жазып жатыр. Қатты қысып жүрмеңдер адамды. Құдай сақтасын да. Арт кеземесіңдер да. Жаңағыдай сендердің сөккендеріңді, неткендеріңді естіп, өз-өзіне бірдеңе жасап қойып жүрмесін. Обалына алмаңдар адамды. Сол ағайын.